Суға кету дерегі азаймай тұр. Облыс орталығының өзінде жыл басынан бері 10 адам суға кетсе, оның 3-еуі бала. Басты себеп белгіленбеген орындарда шомылудың салттары. Құзырлы сала өкілдері өңір тұрғындарын ескертіп ақ жатыр. Алайда тыңдар құлақ табылмай тұр. Әдемі-ақ көрініс. Самалы жел өз жайымен ағып жатқан дария. Алайда қауіпсіздік шараларын ескермесеңіз, өз жайымен ағып жатқан дария өміріңізді жалмауы мүмкін. Мысалы, Ягодка саяжайындағы мына жерде соңғы рет 3 жас жігіт демалуға келген, солардың біреуі өмірімен қош айтысты. Әрине, қауіпсіздік шараларын ескермегендіктен осы ретте қалалық полиция басқармасы мен төтеншеліктер бірігіп тұрғындар арасында тағы да бір ескерту жұмыстарын жасады. Осы аумақтың тұрғындары шомылуға көбіне қаладан келетіндердің қатары көп дейді. Өздері балалары мұнда аяқ баспайтын көрінеді. В основном приезжают с города, когда кончают школу, институты, вот они приезжают. Мы за своими детьми следим. В основном едут городские. Дарияның бойында көп адамдар суға кетіп жатыр. Бұл қала осы Ягодканың тұрғындары емес, сырттан келеді. Карантиндің кезде шығып жатқан жоқ біз жаққа. Карантин талаптарына сәйкес суға шомылу орындары, жағажайлар жұмысы уақытша тоқтады. Бірақ талапты пысқырмай рұқсат етілмеген жерде шомылудың арты қайғылы жағдайға әкеп соқтыруда. Жалпы жыл басынан Қызылорда қаласы аумағында 10 адамның суда қаза болу жағдайы тіркелді, оның ішінде 3-еуі бала. Осыған байланысты қала әкімдігімен бекітілген жоспар бар. Аталған саяжайда жыл сайын адамның қаза болу фактілері тіркеледі. Ең соңғы жағдай 22 жастағы Қызылорда қаласының тұрғыны 3 жігіт болып аталған саяжайға суға түсуге келген. Суға түсу барысында аталған 3 жігіттің біреуі суға кетіп қаза болды. Осындай оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында тұрғындардан сұрайтынымыз, кәмелетке жасқа толмаған балаларды су айдындарына қараусыз жібермеуді, сонымен қатар масаң күйде суға түспеулерді қатаң сұраймыз. Тәртіпке бағынбағандарға заң аясында тек ескертпе ғана жасалады екен. Ескертуді елемейтіні және аян. Өкінішке орай кейбір адамдар маңдайға тигенде ғана ақ ұратыны жасырын емес. Қазір көптеп суға түсіп жатқан жерде Ягодка, Пищебек саяжайларына халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, негізсіз суға шомылуға болмайтын және ол бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылған барлығын ескертіп жатырмыз. Бұл жұмыстар осы маусым айы аяқталғанша жалғасын табады. Әкімшілік шара бірақ қана бап бар 364-тен, ол жерде тек қана ескерту беріледі болды. Оның айыппұл беріліп салынып, үлкен шара болмағаннан кейін оны халықтар онша түсінбейді. Қазір қала аумағындағы су айдындарында 21 қауіпті аймақ белгіленген. Бейқам адамдар қауіп-қатерге қарамай суға күмп беретінін ойласақ, олардың өмірі үшін жанталасатын сала өкілдерінің жұмысы әлі де қарбалас болатыны анық. Азамат Әуесхан, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.